Ассаламағалейкум құрметті көрермендер, мінекей бүгін біз Өзбекстанның бренді болып табылатын Самарқандтағы Бибі Ханым мешіттің алдында тұрмыз. Аты аңызға айналған Әмір Темірдің есімімен байланысты ежелгі сәулет өнерінің ерекше ескерткіші Бибі Ханым мешіті. Ол Әмір Темірдің сүйікті әйелі Бибі Ханым есімін иеленген. Бибі Ханымның шын есімі Сарай Мүлік Ханым. Оның Шыңғыс ұрпағынан тарағандығы Әмір Темір үшін маңызды болды. Себебі ол Шағатай ұлысының барлас тайпасынан шыққан. Яғни ол Шыңғыс ұрпағынан емес, заңды түрде билік жүргізу үшін ол Бибі Ханымға үйленеді. Солайша Гураган, яғни ханның күйеу баласы деген атаққа ие болады. Бұл ғибадатхананың салынуына Әмір Темірдің Үндістан жорығындағы жеңісі себеп болады. 1398 жылы басталған жорық бір жылдан соң жеңіспен аяқталады. Онсыз да үлкен мемлекеттің шекарасын кеңейткен әмірші Самарқанға оралады. Үндістаннан мол қазынамен бірге өз ісінің білікті шеберлері, сәулетшілер мен қол өнершілерді, зергерлерді алып келеді. Осындай салтанатпен оралған ол мешіт салдырмақ болады. Әлбетте, Темірге қарапайым ғибадатхана қажет емес еді. Ондай мешіттер мемлекетте мыңдап саналатын. Билеуші болашақ мешіттің ең биік, ең әдемі болғанын қалайды. Ол Самарқандта тұрғызылатын жаңа ғимарат өзінің сұлулығымен, көлемімен шығыстың барлық құрылыстарынан басым түскенін қалайды. Сонан Үндістаннан Жерорта теңізіне дейін, Кавказдан Парсы шығанағына дейін аралықты алып жатқан көлемі жөнінен Ескендір Зұлқарнайынның империясымен теңесетін, өзінің алып мемлекетінің астанасы ретінде Самарқанды тағайындайды. Бұл шаһарда алып мешіт тұрғызуды тапсырады. Сенесіздер ме, не бәрі 5 жылдың ішінде осындай керемет ғимарат сәтті салынып шығады. Болашақ мешіт тұрғызылатын орынды Темірдің өзі қалалық базардың маңынан таңдайды. Бұл құрылысты салуға жүздеген құрылысшылар жұмылдырады. Оның жартысы мешітті қалаумен айналысса, жартысы тауда тас қашаумен айналысады. 1399 жылы халық бұрын соңды көрмеген көлемді құрылыс жұмыстары басталады. Күн-түн демей ол жерде мыңдаған құлдар мен құрылысшылар, тас қашаушылар, сәулетшілер жұмыс жүргізеді. Тіпті Үндістаннан арнайы Самарқанға пілдер әкелінген деген деректер бар. Дәл осы пілдер Бибі Ханым мешітінің құрылысы кезінде ауыр жүктерді тасуға пайдаланылған. Бибі Ханым мешітін тұрғызуға 5 жыл уақыт кетті. Алайда бұл мерзім Темір мемлекеті үшін тым ұзақ саналатын. Себебі ол тұста бұл мемлекет аса қуатты еді. Әрі қала салу ісі де қарқынды дамып, қандай да ғимаратты тұрғызу жылдам жүзеге асып отыратын. Бүгінгі күннің өзінде нәтижесі таң қаларлық. Ал сол дәуірде Бибі Ханым мешітіне тең келер құрылыс болған емес. Ол жылдары Темір сарайында Кастилио испан корольдігінің елшісі Руи Гонзалес де Хвалихо өмір сүрді. Сол Руи Гонзалес де Хвалихо өз жазбасында Бибі Ханым мешітінен асқан ғимаратты өмірінде көрмегендігін жазады. Жазбаларда мешіттің күмбезі жайлы да деректер бар. Егер құс жолымен теңескені болмаса, ол мына әлемде жалғыз болатын еді. Ғибадат үйінің ауласының да көлемі таң қалдырмай қоймайды. Ол жерге 10 мыңнан астам адам сияды. Мешіттің ауласына кірген әрбір қонақ Бибі Ханым мешітінің мына тамаша мәрмәрдан жасалған тұғырын көре алады. Оның үстіне дәл осындай үлкен көлемдегі беттері ашылған Құран кітабы орналасқан. Мұның Самарқанд үшін аса маңызы зор. Себебі Самарқандта талай жылдар бойы Құранның алғашқы көшірмесі сақталып келді. Оны
Осман Құраны дейді. Бұрын қоршау болмаған кезде адамдар мәрмәр тас тұғырдың астына шығып, тілек айтып, оның міндетті түрде орындалатынына сенетін болған. Бізде енді бұндай мүмкіндік болмады. Бұл мәрмәр тас тұғырын Темірланның немересі, ғалым және билеуші Ұлықбек тұрғызған. Қазіргі уақытта Құран кітабы бар мәрмәр тас тұғыры жан-жағы жабық әйнек витринада орналасқан. Бибі ханым Афрасияб төбешігінен көрініп тұрған таңғажайып соборлық мешіт. Бибі ханымды Самарқандтың Жұма мешіті деп те атаған. Мұнда мыңдаған мұсылман ерлері намаз оқуға келетін болған. Уақыт өте келе Бибі ханым мешітінің тым үлкен көлемінің өзіндік кемшіліктері анықталды. Орта ғасырлардағы сәулетшілер мұндай көлемді тапсырысты алғаш рет орындағандықтан көп дүниеден хабарсыз болды. Олар шындығында мұндай ірі құрылысты жүзеге асыруда қандай архитектуралық шарттарға сүйенетінін де білмеді. Мына өткел биіктігі 50 метр болатын мұнара, ені 80 метр, ұзындығы 100 метрді құрайтын, ауласы барлығы да тым үлкен, өте көп күш қуатты сарп еткен. Ауыр еңбекпен салынған алып ғимарат бір кездері өздігінен қирай бастады. Жүздеген жылдар өткен соң Бибі ханым мешіті қирап қалған. Оны 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында түсірілген суреттерден анық көруге болады. Мешітті қайта қалпына келтіру жұмыстары 50 жыл бұрын басталып, 1968 жылдан 2003 жылы аяқталды. Жаңғыртудың ерен еңбегінің арқасында Самарқанд өзіне Әмір Темір дәуірінде тұрғызылған ең үлкен сәулет туындысын қайтарып алды. ЮНЕСКО оны бәрбір Самарқанд қатарындағы мұра ретінде дүниежүзілік мұралар тізіміне енгізді.